Саламатсыздар ма оқушылар, бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Сабағымызды бастамас бұрын мен сіздерге сурет көрсетемін. Мына суреттен не көріп тұрсыздар? Сурет туралы ойларыңыз қандай сұрақтар туындады? Жақсы оқушылар, жарайсыздар, дұрыс таптыңыздар. Суреттен біздер түркілердің әскери жауынгерлерін көріп отырмыз, иә? Соған байланысты бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы түріктер туралы тарихи деректер. Қытай және араб деректер түркілер туралы қандай ақпарат береді? Сабағымыздың негізгі оқыту мақсаты көшпелілердің әскери өнер жетістіктерін талдау, ал сабақ мақсаты көшпелілердің әскери өнер жетістіктерін талдау, бағалау критерийлары көшпелілердің әскери өнер жетістіктерін талдайды және қолдану. Осы тұста түркілердің әскери өнер туралы айтатын болсам, түркілер өз елмен көрші орналасқан тайпалармен бірге, сонымен бірге жиі шабуыл жасап тұратын Қытаймен бірге қайта қақтығыстар жүргізіп отырды. Сол тұста түркілердің өздерінің әскери өнерін дамытуға мәжбүр болды. Яғни садақ, жебе, қылыш, қылыштасу өнерін балдарына өзінің жас күннен бастап үйрете бастады. Ат үстінде аң аулаумен қатар көшпелілердің балдары өздерінің жаңағы соғыс өнерін меңгеріп шығады. Енді сол бойынша бірінші тапсырма орындаймыз. Бірінші тапсырма мәтінмен жұмыс, яғни өрмекші әдісі. Өрмекшіміз мына жерде торға оранған тірек сөздермен бірге, осы тірек сөздерді мәтінге дұрыс қою арқылы біздер өрмекшіні тордан босатамыз. Бұл тапсырмаға 3 ұпай беріледі. Жақсы оқушылар, мына жерде тапсырманы дұрыс орындадық, мына жерде тірек сөздерді орнына дұрыс қоя білдік. Жарайсыздар. Келесі, қазіргі таңда біздер онлайн түрде түгел сабақты ұялы телефон арқылы өтіп жатырмыз. Сол кезде біздің көздеріміз не істейді? Әрине, көздеріміз талады. Сол үшін бізге көз жаттығулар қажет. Қазір біздер сергіту жаттығын жасаймыз. Сәлем балалар. Қазір біз көзге арналған жаттығулар жасаймыз. Басымызды бұрмай, көзімізбен оңға және солға, оңға, солға. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Көзді ашы жұмамыз. Енді көзді жоғары, төмен, жоғары, төмен. 1, 2, 1, 2. Көзді ашы жұмамыз. Жақсы. Көзді қатты жұмамыз. 1, 2, 3. Көзді ашамыз да ұзаққа қараймыз. Тағы қайталаймыз. 1, 2, 3. Тағы да ұзаққа қараймыз. Өте жақсы балалар. Балалар, көзіміз ауырған жағдайда осы жаттығуларды қайталаймыз. Қош сау болыңдар. Жақсы балалар, біздер көз жаттығуларын жасап алдық, иә? Келесі тапсырмаға көшейік. Екінші тапсырмамыз суретпен жұмыс. Яғни мына жерде бізге сурет берілген. Ежелгі түрік дәуірінде қылыштың әшекейі, сонымен бірге қазақ халқының өнерімен қандай ұқсастығы барын аңғара аласың. Мына жерде біздер суреттен не көріп тұрмыз? Осы жерде біздер сурет туралы 2 сөйлем жазамыз. Бұл тапсырмаға 2 ұпай беріледі. Яғни 2 ұпайды алу үшін біздер 2 сөйлем жазуымыз керек. Осыны орындаймыз. Енді келесі тапсырмамыз фишбоун, яғни балық қаңқасы әдісі. Бұл жерде балық қаңқасын біздер сұрақтар төңірегінде толтырамыз. Бұл жерде оқиғаның басталуы, ортасы, аяқталуы болады, иә? Қытайлар түріктердің соғысу әдісі туралы қалай сипаттайды? Мұхаммед пайғамбарымыз өз хадисінде түріктер туралы қандай өсиет қалдырды? Осы туралы оқушылардың жіберген видеозапистерін тыңдаймыз. Түрік қолбасыларының бірі Тоныкөкке келіп, бізде қытайлықтар сияқты қамалдар, ғибадатханалар және қалалар салайық деп ұсыныс білдіреді. Сонда Тоныкөк, жоқ болмайды, өйткені біз аңшылықпен айналысатын елміз және де күшіміз көбейсе, қытайлықтарды тонаймыз, ал күшіміз азайса тау-тасты паналаймыз дейді. Ал ғибадатхана дегенің мүлде жараспайды, өйткені ғибадатхана момындыққа тәрбиелейді. Ал біз батыр елміз. Біз батыршылдықты құп көреміз дейді. Әрқашан көшпелі салтында өмір сүрген түркі елі өзінен саны бірнеше есе көп қытайлықтардан осылай аман қалыпты.
Жақсы, келесі оқушының видеозаписін тыңдайық. Мұхаммед пайғамбарымыз бір хадисінде ұрпақтарына түріктермен соғыспау туралы өсиет қалдырған болатын. Ол өсиеттің маңыздылығы түріктерді бейбітшілік жайына қалдырыңдар, олар сендерді жайына қалдырып отырғанда дегенді білдіреді. Ал басқа нұсқасында түріктерге қауіп төндірмеңдер, олар сендерге қауіп төндірмейінше. Түріктерге соғыс ашпаңдар, олар қауіпті деп те айтылған. Бұл хадисте екі қаһарман этностық қарым-қатынаста, яғни арабтар мен көшпелі түріктер соғысу туралы мүлдем ниеті болмаған. Олардың соғысудан көрі рухани жақындасу маңызды деп ойлаған. Жақсы, екінші оқушының видеозаписін тыңдадық. Мына жерде балық қаңқасын толтыру арқылы біздерге 5 ұпай беріледі. Яғни біздер балық қаңқасын түгел толтырсақ, 5 ұпайға иеленеміз. Соңында қорытындысын жазамыз, яғни түріктердің әскери өнері туралы. Жақсы оқушылар, осымен сабағымызды аяқтаймыз. Сабақтың соңында өзін-өзі бағалау, яғни дескриптор. Бірінші тапсырмада оқушылар мәтінмен жұмыс жасай алды. Екінші тапсырмада қазақ халқының өнерінің қандай ұқсастығын аңғара алды. Үшінші тапсырмада оқушылардың қытайлардың түріктердің соғысу туралы қалай сипаттағанын білді. Мұхаммед пайғамбарының өз хадистерінде түріктер туралы айтқан өсиет сөздерін айта алды. Осы тұста 3 тапсырма негізінде біздің жинаған ұпайларымыз. Мысалы, бірінші тапсырмада 3 ұпай, екінші тапсырмада 2 ұпай, үшінші тапсырмада 5 ұпай берілді. Біздер барлығын қосып есептеп, осы блок ағашының қай тұста тұрғанын анықтаймыз. Мына жерде мысалы 10 ұпай жинаған оқушы ең жоғарысына шыққан екен, соны анықтаймыз. Жақсы оқушылар, өзіміздің қай деңгейде сабақты меңгергенімізді анықтаған болсақ, осымен сабағымызды аяқтаймыз. Назарларыңызға рахмет.